балам. Балам, мен ал Қазбек үйге шейін апарып тасташы. Болды ата, отырыңыз, кет. Ата, осындай машина бізге қашан бұйырады екен? Қарыздан қарыз әбден қиналып кеттік қой. Жасың қаншада балам? 25-темін ата. Үйленгенсің ба? Жоқ, әлі бойдақпын. Болды ата, келдік. Шырағым, сен мына түрімен ешқашанда байымайсың. Не үшін олай деген? Бірақ шын мәнінде күніне 5000 теңге тауып, айына 150 000-мен баймаймын ғой. Қайран күндер кешегі, сайран күндер кешегі, көрген түстей көңілден қалайша көшеді бақытым. Ассалаумағалейкум ата. Ақсақал, қалайсыздар? Жағдай жақсы ма, амансыздар? Жол болсын. Қонай беруге ала кетесің бе айналайын? Менің жұмыс орным сол жақта. Жүріңіз, ала кетейін. Келіңіз, отырыңыз. Отырсыз ба? Ақсақал, мені танытсыз ба? Жоқ, шырағым. Бір жерден көрген сияқтымын. Сізді алғашқы кездестіргенде 20 жыл өтіпті. Сол сізді алғашқы кездестіргенде бір сөзіңіз бар, жүрегіме сақталып қалған. Соны есіме түсіріп, сізді танып тоқтағаным. Рахмет, шырағым. Ол не сөз еді? Мен жақын ортада менің жұмыс орным бар. Сол жұмыс орнымызға барып, сізбен шай ішетін үстінде сізге соны есіңізге түсірсем қалай қарайсыз? Мақұл, шырағым, Уақытыңыз болса. Есіңізге түсіре аласыз ба? Айып етпе балам, сол есіме түсіре отырмын. Осы 20 жыл бұрын мен осы қалада таксовать етіп жүрген кезінде сіз менің көлігіме мінгенсіз. Сонда мен осы қашан байымын, қашан адамдардың қатарына қосыламын деген кезде сіз түсіп бара жатып, сен өмірі байымайсың деп кеткенсіз маған. Сол сөзіңіз әлі менің жүрегіме қадалып, мен сізді танып тоқтағаным сол. Бәсе, шырағым, мен сонда саған бір сұрақ қойып едім ғой, сол сұрақ есіңде ме? Қандай сұрақ еді? Мен есімде жоқ. Сіздің бір сөзіңіз байымайсың деген сөз есімде қалған. Сонда мен саған айтып едім, шырағым, сен үйлендің ба деп сұрақ қойып едім. Мен есіме түсіре алмай жатырмын. Есіме түсті. Сіз сол сұрақты қойғансыз, есіме түсті. Шырағым, енді қазір шаңырақ көтерген боларсың, бала-шаға бар болар. Құдайға шүкір, қазір үйленгеніме 20 жыл болды. Бір қыз 4 балам бар. Қазір құдайға мың қатыра шүкір
сіз байымайсың дегенсіз, бірақ қазір мына компанияларды ашып, қанша жұмыс жасап, қазір жағдайым жақсы, әлі ел қатарына қосылдым. Дұрыс болған екен балам. Мынау қазақ атаң дана ғой. Қазақта бас екеу болмай, мал екеу болмайды деген сөз бар. Шырағым, қазір байыдың деп отырсың, енді табысың қанша? Қазір Құдайға шүкір, қазір оборотымызда 5 миллион айына. Сол табысты тауып, сол елге қызмет істеп жүрген жайымыз бар. Шырағым, қазіргі сенің тауып жүрген табысың 5 миллион теңге екен. Бұл жаман табыс емес. Соның 150 мыңы сенікі, ал 4 миллион 850 мыңы ол бала шағаның несібесі айналайын. Міне ырыс деген, береке деген осы. Отбасым ол қызым жарым, сендерге арналған барым, гүлденер думанды бағым, сендер деп атады таңым. Өз үйім ошағым менің, сарқылмас үмітпен сенің, киелі туған топыраққа тартады балалық сезім. Өз үйім ошағым менің, сарқылмас үмітпен сенің, киелі туған топыраққа тартады